еңселі 3 қабатты үйге кіріп келген Болатбек аңырады да қалды. Жоқ, оны таң-тамаша қалдырған зәулім сарайдың алтынмен аптап, күміспен қаптап қойған көз суарарлық сұлу да сымбатты көрінісі мен қымбат жиһаздары емес еді. Қарсы алдында үріп ауызға салғандай келісті келіншек тұрды. Япырай, мынадай да сұлулық болады екен ғой. Гүлді халатының алдыңғы өңірі сәл ғана ашық қалыпты да, қос алмасы серіппедей сыртқа теуіп тұрған келіншектің мойылдай қарашығына тұсалды да қалды. Тұла бойында бір мін болсашы. Аққудың көгілдеріндей келіншек бейтаныс жігіттің ұрлана да сұқтана қарағанына қымсынған да жоқ. Қайта қарай түс, тіміскелене түсі дегендей әнтек жымиып, тостағандай көздерін төңкеріп, сүйкімін арттыра түсті. Ол не үшін келдіңіз деп сұрамады да, тап қазір өзінің осы бір ерке болмысты тұрысының үстіне бөтен еркек кіріп келетінін күткендей екі көзі боталап Болатбекке қиыла қарады. Болатбек не үшін келгенін айта алмай тұтықты да қалды. Сізге мынаны Басекең беріп жіберді, деді әлден соң есін зорға жинаған Болатбек не үшін келгені есіне түсіп, келіншек сыңғырлап кеп күлді. Күлкісі күміс қоңыраудың сыңғырындай жүрек қытықтайды екен. Сіз Талқанбайдың жаңа шопырсыз ғой, деді Райда. Шырайда келіскен келіншек оның тұла бойын тінтіп қарап шығып, иә, жаңа ғана қоңырау соқты. Қолыңыздағыны мына жерге қоя салыңыз. Иә, тауаға жіберді, деді Болатбек сөзін қайта пысықтап. Ол келіншектің күйеуін неге Талқанбай деп тұқыртып атап тұрғанын түсінген жоқ. Жұмыста ғой, бастықты барлығы да тауаға деп атап, алдында құрақ ұшады. Сонда келіншегі оны неге Талқанбай деп тұр? Менің есімім Ақылбек, әжем қойған, деп әдемі келіншек қолын ұсынды. Апыстықта ұлпадай жұмсақ сүйріктей саусақтар жүргізуші жігітті майдай ертті. Болатбек қолын тартып ала алмай ұзағырақ бөгелді. Ақылбек ақ маржандай тістері жарқырап ақтарыла күлді. Олар осылай танысқан еді. Содан бері Болатбек бастығының да Ақылбектің де айтқанын екі етпейді. Көбіне іс сапарда тығыз таяу жұмыстарымен қауырт жүретін бастығының қызын балалар бақшасына апарып келу мойнында. Аракідік Ақылбек қаладағы супермаркеттерді аралайды. Сән ателесінде ұзақ бөгеледі. Жүргізушіге керек басты қасиет төзімділік пен шыдамдылық. Сосын қанша ұрысып жатса да мылқау адамдай тіл қатпау. Үшіншісі, бастығың туралы басыңа мылтық тіресе де, тіпті өліп бара жатсаң да сыр шашпау. Міне, осыларға шыдасаң, бастығының да, оның отбасы мүшелерінің де орайын тауып, сенімінен шықтым дей бер. Болатбек мұның алдында да бір мықтының көлік жүргізушісі болған. Тәжірибесі толық ысқаққан жігіт. Бастыққа ұнаудың, сеніміне кірудің жөн-жосығын бір кісідей біледі. Болатбектің бұрынғы бастығымен танысуы да, қоштасуы да қызық. Онда Болатбек қоғамдық көлік жүргізетін. Таңертең ерте тұрып, кеш жатады. Белгілі бағыттағы автобуспен қаланы таңғы сағат 6-дан түнгі 10-ға дейін айналады да жүреді. Жұмысы ауыр болғанымен табысы тәуір. Оған тәжірибелі жүргізуші ретінде басшылары үнемі жаңа автобус береді. Құрмет сыйы, қомақтылау қаржысы бар жұмыстан кім қашады? Оның құтты орнынан қозғалғысы да жоқ еді. Бір күні ойламаған жерден алдынан джипі автокөлігі шыға келді. Болатбек тежегішті басып үлгермеді. Екі көлік соғысып, дүние төңкеріліп жүре берді. Салон толы жолаушылар олардай шулап қоя берген. Бір есін жиғанда ол дәрігердің алдында отыр екен. Кінәлі джипі жүргізушісі еді. Рульде арыстай болып Ақылбектің өзі отырыпты. Сол күні ол жолдас жорамдарымен мейрамханалардың бірінде бөгеліп қалады да жүргізушісін үйіне қайтарып жібереді. Мейрамханада қанша уақыт отырды, қаншама ішімдік ішті. Бұл арасы бұлыңғыр, әйтеуір Болатбек оның теңселіп тұрып, тепсініп жер-жебіріне жеткенін еміс-еміс біледі. Қалай дегенде де даққа Құдай жақ. Жол көлік апатының қалай болғанын көргендер бар, жолаушылар бар. Ақылбектің рульге ие бола алмай, көлігімен автобусқа өзі келіп соқтығысқанын бұлтартпас дәлелдермен мойнына қойып берді. Бірақ Ақылбек алдырмайтын да, шалдырмайтын да жуан ортаның жолбарысы болып шықты. Не керек? Ол өзінде Болатбекті де тығырықтан алып шықты. Оған себеп Болатбектің бір сөзділігі. Ол ішкі істер басқармасының тергеушілері, анықтаушылары алдында да, сот отырысында да кінәлі менмін деп тұрып алды. Жоғарыдағылар үшін бір кісінің апат салдарынан
о дүниеге аттанып бір келіншектің түсік тастап 2-3 адамның қол-аяғы сынғаны бұйым болыпты ма, Ақылбек судан таза сүттен ақ болып шыға келді. Дегенмен өзі мәрт жігіт екен, сөзінде тұрды. Болатбекті темір торда көп телміртпей суырып алды. Автобусынан айырылған, жұмысынан қуылған Болатбекті сындарлы сәтте сыр бермегені үшін ұнатып ақ қалыпты. Көп кешікпей өзіне жүргізуші етіп жұмысқа қабылдады. Ақылбек ойға да шапқылады, қырға да шапқылады. Неше түрлі қылмыста жасады, саудасы да жүрді, саунасы да қызды. Болатбек сол бұралаң бұлтарысты, бұқпантайлы тайғанақ жолдардың бірінің де жымың білдірмей, жібін ілдірмей өткелдерден таза да аман өткізіп отырды. Бірде Ақылбек тау баурайындағы саяжайында биліктегі дүмді орындарда отырған дос-жарандарымен үлкен мереке ұйымдастырды. Кілең ығай мен сығай мынадай оңашалықты аңсап қалған ба, көз байланғанша ішіп жеді, қалағандарынша көсіліп бақты, ойнақ тас алды. Олардың әрқайсысының жанында бір-бір сылқым сұлу бар еді. Не ойлағанын өзі біледі. Бастығы 2 күлім көзді бірге ала келіпті. Саяжайда қонып қалатын болған соң, 2 сылқымның бірін кері қайтаруға шешім қабылдапты. Болатбек, деді бастығы оны қасына шақырып алып, мына қарындасты үйіне жеткізіп сал. Байқа, бір тал шашы түсетін болса, менен жақсылық күтпе. О, не дегеніңіз, Басеке? Бұлай шыға Гүлбанудың ызадан әлде қызғаныштан тызақтап келе жатқанын аңғарды. Өйткені Басекең мұны емес, оны таңдады ғой. Ішіне от түскен Гүлбану ұятты жиып қойып, мұның мойнына асыла кеткен. Ішіп алғанымен бұл бойжеткен аса ажарлы еді. Ажарлы адамның да аузынан албаты сөз шығады екен-ау. Жол жөнекей оның айтпағаны жоқ. Әсіресе Ақылбектің жанында қалып кеткен құрбысы жөнінде аузына келгенін ақтарды. Салдағы кәзапы, албасты деген теңеулер Болатбектің сөз қорынан баяғыда өшіп қалған екен. Тұла бойы тітіркенді. Бір рет кездейсоқ көлік апатын жасап, жүрегі шайлығып қалған Болатбек иығына асылып, рульге жармасқан Гүлбанудан әбден ығыр болды. Бәлдене қарап, бұлдана сөйлеп келген Гүлбанудың үйінің тұсына жеткенде және бір қылық көрсетті. Міне, қарындас, үйіңізге де жеттіңіз деген Болатбек ойында ештеңе жоқ. Гүлбану көліктен түсе қоймады. Тіпті түсу ойына да келмейтіндей, кенет ол жүргізушінің мойнына асыла кетті. Болатбектің мойны жыбырлағандай болды. Сөйтсе, Гүлбану оны мойнынан сүйіп жатыр екен. Жігіт қыздың құшағынан зорға босады. Пәтеріме дейін шығарып салмайсың ба, дейді үздігіп. Әне, тиіп тұр ғой, сіз ішке кіріп кеткенше кетпеймін, сыртыңыздан бақылып тұрамын, деді Болатбек азарда. Безер болып, жігіт емес екенсің, шығарып салуды да білмейсің. Гүлбану темекі тұтатты. Қорықпаңыз, жеп қоймаймын, үйге түсіңіз. Олар саяжайда сайран салып жатқанда біз немене сыбағадан құр алақан қаламыз ба? Болсаңшы енді, өкінбейсің, деді Гүлбану мұның қолынан тартып. Шошақай қыздың шолжаң қылығынан мезі болып келген шопыр мына арсыздықты естіп бойын тартып алды. Жоқ деп тартынды. Ішкі бұрауы мықты бастықтың көлік жүргізушісі. Кешіріңіз, мен асығыс едім. Уақытта бірталай болып қалды. Үйде отбасым күтіп отыр. Сенің отбасың бар екен ғой, қалай есіме түспеген, деп күлді Гүлбану. Болатбек тосылып қалды. Мына бойжеткен не деп тұр? Есіне түскені несі? Мен оған қашан отбасылымын деп едім, деп ойлады. Сен саяжайда сайран салып жүргенде келіншегің етегіне намаз оқып отырмаған шығар, деп сықылықтап күлді Гүлбану. Болатбек тіксініп қалды. Сен оған тіл тигізуші болма, ол сен сияқтылардан емес, деп тарс кетті Болатбек. Сонда кім сияқтылардан? Білеміз ғой, әйел атаулыны, әсіресе сен сияқты күні түн бастығының қасынан жетім қозы сияқты жалбақтап қалмайтын жүргізушісімақтардың келіншектері 2 көзі 4 болып босқа жата қоймас. Сондықтан бүгін оны ұмыта тұр. Мен саған әдемі түн сыйлаймын, деді аярланып. Болатбектің қаны басына шапты. Мұндай қорланбас. Ол енді Гүлбанумен кермалдасып тұруды артық көрді. Мына азғыннан іргемді аулақ салайын деп ойлады да, Гүлбануды көліктен сүйреп шығарып, есікті тарс жапты. Өзің бір есің жоқ, дәндүріс, көк ми екенсің, жындыбас, бар, кет, мәз боламын дейсің бе? Келіншегіңнің өзгемен тояттап жатқанының үстінен түсерсің, осы ма еді күткенің, деп Гүлбану түнгі аспанды жаңғыртып толы ашумен айқайға басты. Бәледен машайық қашыпты деген бар.
болатбек мұны дүлейден құтылғанша асықты, ажарлы деген бойжеткен мұнша азулы азғын ойлы болар ма? Болатбектің үйге жеткенше қаны тасып, миы солқылдап келді. Ол көлігін қаңтарып, үйіне кіргенде бөлмесінде алаңсыз ұйықтап жатқан жарын көрді. Балаларының бетінен сүйіп, сүйіктісінің жанына келіп жантайды. Келдің бе? Деп Зағипа бері бұрылып жатты. Болатбек көпке дейін дөңбекшіп ұйықтай алмады. Арада 2-3 күн өткенде сыртта жігіттермен темекі шегіп тұрған Болатбекті бастығы шұғыл шақыртты. Тағы бір жерге жұмсайтын болды ғой деп темекі тұқылын күл-қоқыс салатын жәшікке тастай салып, алпышып жеткен мұны Ақылбек ақиланып, елірме ожар мінезбен қарсы алды. Болатбек оның тап осылай жарылғалы тұрғансыздау-сызданып тұрғанын алғаш көруі, көздері шапыраштанып, сөздері қотыраштанып тұр, қолдары безгек тиген адамдыкіндей дір-дір етеді. Болатбек дүлей дауылдың қай тұстан соққанын долбарлай алмады. Не жазып қойдым дегендей Ақылбекке аңтарыла қарады. Әй, сасық теке, Гүлбанудан не әкеңнің құны бар, қатын құмар болсаң, саған басқа әйел құрып қалды ма? Неге тиісесің оған? Деп ұрып жіберердей таптап берген бастығына не деп жауап берерін білмей тосылды. Не істеп қойыппын оған? Деп Болатбек ашына сұрақ қойды әлден соң. Қонақ үйге түсейік, менімен бол, депсің ғой. Болатбек аяр адамның өз есесіне келгенде аянбайтынын білуші еді. Бірақ Гүлбанудан тап осындай аярлық күтпеген. Япырай, андынның арқы қызғаныштың құрты осыншама шақар болар ма? Саяжайда қалған сылқымның тоят түні үшін Гүлбану мұны жазалағаны несі? Түкке түсінсе бұйырмасын. Болатбектің беті өрттей алаулап, нені бүлдіріп қойғанын білмей дал болды. Бұлай тұтышқан ініне кіре алмай жүріп, құйрығына қандауыр байлапты дегенді білуші ме едің? Өзің мұнда сыйса алмай жүріп, қатынға қырындаған неңді алған, оның үстіне Гүлбануды мен ертіп барғанымды көріп біліп отырсың. Сонда не, сен маған қыр көрсетпекпісің? Бастығыңның көңілдесіне сөз айтуға қалай ғана дәтің барды? Сенген қойым сен болсаң дейтін бе еді? Ертең, бәлкім кеше ғана саяжайда бірге қонып, қойнымды қыздырған Хадишаға да қырындарсың. Сенен қорқайын дедім. Боқшаңды жина да қараңды батыр, деді Ақылбек ашудан қалш-қалш етіп. Онымен ерегісіп марқадам таппайтынын білетін Болатбек ләм-мим деместен бастығының бөлмесін босатты. Сөйтті бойда жоқта Болатбек тағы да жұмыссыз қалды. Енді не істеу керек? Баяғы өзі еңбек еткен автобаза болса болмаса да маңайына жолатпайды. Қайда барады? Үйіндегі ұлардай шулап отырған бала шағасын қалай асырайды? Осылай дел-сал болып жүрген күндерінің бірінде күтпеген жерден ескі көзтаныс Жұман жолығып қалды. Ол бір таксопаркте жұмыс істейді екен. Болатбек, біздің таксопаркке келсеңші. Бастығымыз жақсы адам, 2-3 таксистің орны бос, тәжірибелі жүргізушілер керек. Бастықпен өзім сөйлесемін, деді ол. Сәтін салғанда таксопарктың бастығы ашық жарқын, қақсоқпен жұмысы жоқ жайдарлы жан екен. Еңбек кітапшасымен танысқан соң сөзге келмей Болатбекті жұмысқа қабылдады. Үйде отырып, отбасының ұсақ түйек күйбеңінен мезі болушы еді. Жүде жақсы болды. Бәрінен бұрын Зағипаның зілсіз айқайынан құтылды. Әкесі ет таусылды. Әкесі үйде ұн бітіп қалыпты. Әкесі бұл үйде майда қалмапты деп мидың құртың жеуші еді. Автобус жүргізушісі болып жұмыс істеп жүргенде де Ақылбектің доққағары ретінде алшаң басып, арындап тұрғанында да мынадай тапшылықты көрген жоқты. Әлде бір контейермен қазы қарта дейсіз бе? Жалжая дейсіз бе? Қойдың еті дейсіз бе? Тайдың еті дейсіз бе? Ағылып келіп жатушы еді. Шопырлықтан шеттетілген соң бұл бастаудың көзі бітеліп, Зағипасына кіріптар болып қалған. Осы кіріптарлықтан құтқарған Жұманға дән риза. Күректеп таппаса да әйтеуір алақанына бірдеңе түседі. Бұрынғыдай артылғанын әке-шешесіне, бауырларына дорбалап та, арбалап та жіберіп тұратын тоқта бақуат күндер келмеске кеткенімен жұрт қатарлы күнелтіп жүргеніне шүкіршілік етеді. Такси жүргізушісі деген бір рахат жұмыс екен, басында әңгір-таяқ ойнатып, бақырып бастығы тұрмайды. Автобус айдап жүрген күндеріндей күн сайын таңмен таласа жылы төсегінен атып тұрмайды. Әрберден соң ешкімге есепте беріп жарытпайды. Қайда барады, үйіне қашан қайтады, бұл да өз шаруасы. Бір күні ойламаған жерден оның таксиін Жомарт тоқтатты. Кезінде Ақылбектің компаниясында бірге жұмыс істеген жігітті көріп, Болатбек те қуанып қалды. Болса болмаса да бір-бірінен хал-ахуал сұрасып,
қауқылдасып отырып біраз жерге ұзап та кетіпті. Ал компанияда не жаңалық бар деп сұрады Болатбек. Bir кездері өзі жұмыс істеген ұжымның жағдайын білгісі келіп, бәрі де бәз-баяғынша, өзгерген ештеңе де жоқ. Айтпақша, Басекең сені сұраған, көрсеңдер маған алып келіңдерші деп еді. Жақсы кездестің ғой деп жомарт ұмыт қалдырған затын тауып алғандай қуанып қалды. Оның менде не шаруасы бар деп Болатбек иығын қиқаң еткізді. Итім біліп пе? Бірақ қайта-қайта сұрағанына қарағанда бір зәрулік бар сыңайлы, деді жомарт. Тан мен қайдан білейін? Дегенде иығын қушитып, тағы да сол Гүлбану болмасын деп қалды Болатбек. Гүлбануың кім? Білмейтін бе едің? Бастықтың көңілдесі. Естісем, құлағым керең болсын. Задында бастықтың шопыры құлты берік сандық болуы тиіс. Сыр шаштым дегенше сирағымнан айырылдым дей бер. Сондықтан шопыр атаулы аузын суға толтырып алған адамдай бұртиып жүреді. Жақ ашпайды. Ашты екен, жағынан да бағынан да айырылады. Бұл Болатбектің көкірегінде күмілі жатқан құпия сыр болатын. Ақылбектен кеткеннен соң ба, әлде ескі жараның беті қайта ашылған соң ба, Болатбек абайсызда жасырын сырды ақтарып алды. Алайда Болатбек бұрынғы бастығынан есе қайтарғысы жоқ еді. Ықыртты езген жеңеді, езгенді құдайдан безген жеңеді деседі ғой. Ақылбек сияқтыларды сүріндіремін деген ой оның басына үш ұйықтаса да келмеген. Бірде Болатбек жолаушылар тасып жүріп, бұрынғы жұмыс орнының жанынан өтіп бара жатты. Мені неге іздеді екен деген бір әуесқой сауал көкейіне келіп қалды. Гүлбанудың әр кешіккенін менен көріп жүрген шығар деп бір қойды. Көйлегімді шешіп алып қалмас, не де болса бара көрермін деген бір ой оны ширықтырды. Себепсізден себепсіз қорқақ не ұры атанбайын. Төбемнен тастап жіберер тасы болса, оны да көріп алдым деп батылданды. Өйткені ол өзінің адалдығына сенді. Ақылбек оны арада ештеңе болмағандай сыпайы сырбаз қабылдады. Хатшысына қоңырау соғып, 2 шыны кофе алдырды. Бұрынғы шопырының хал жағдайын, денсаулығын, көңіл қошын, отбасының амандығын түгін қалдырмай сұрап шықты. Шүкір, бәрі де жақсы деп қысқа қайырды Болатбек. Менің не үшін шақырғанымды білесің бе деп Ақылбек төбеден түскендей күтпеген жерден сұрақ қойды. Қайдан білейін деп Болатбек екі алақанын жайды. Бірақ іші қылп ете қалған еді. Сенен кешірім сұрағалы шақырдым дегенде Болатбектің аң-таң қалғаны соншалық аузы ашылып қалды. Рас айтамын, менен бір ағаттық өтті, кешір мені. Ақылбек кінәлі адамдай алдында шынында да тұнжырап отыр. Болатбек не айтарын білмей қипақтады. Анау-мынау емес, білдей бір компанияның пілдей бастығы кешірім сұрап отыр ғой. Иә, кезінде ойнақы күлім көздің жаласына бола мұны жұмысынан қуып еді. Мас болып көлік жүргізіп, мұның автобусын соғып, сотталып кете жаздаған кезінде Болатбектің бар кінәні өз мойнына алып құтқарып қалғанын да ескермеді. Жақсылыққа жақсылық әр адамның ісі, жамандыққа жақсылық ер адамның ісі дегенде барау, жарайды. Өткен іс өтті. Не айтар екен? Бұл кешірім қай кешірім? Не үшін кешірім сұрайсыз деп Болатбек дегбірсіздене түсті. Ақылбек көп бөгелген жоқ, орнына жайғасып отырып, асықпай әңгімесін бастады. Сені бекер кінәлаппын. Саяжайға барып, сайран салғанымыз есіңде ғой. Сонда мен Хадишаны алып қалып, Гүлбануды қайтарып жіберген едім. Гүлбану Хадишаны менен қызғанып, сенімен көңіл қоспақ болыпты. Сен әрине оның ырқына көне қоймадың. Бәлкім осылай десем, мені қызғанып бауырына тартар деп ойлады ма, әлде басқа да есебі болды ма, білмеймін. Сені қонақ үйге шақырып, бірге болайық деп мазалады деп айтып келді емес пе? Артынша бұл сырын бір құрбысына айтады. Ол Хадишаға жеткізеді. Сонымен сені сүріндірмек болған сылқымның сыры ашылып қалды. Кейін өзі де мойындады. Сен кінәлі емессің деді Ақылбек. Қалай сонда деп Болатбек аң-таң болды. Еш қалайы жоқ, солай. Кейін ол басқа бір жігіттің басын айналдырыпты. Қызығы сол қылмыстарының үстінен түстім. Ол осының барлығын қызғаныштан істеп жүргенін айтып ақталды. Қызғанғаны несі, қылмысы несі деп Болатбек тағы да таңырқады. Иә, олар саунада мауығып жатыр екен. Қас қылғанда тап сол саунаның екінші бөлігінде біз демалып отырмаймыз ба? Қыздар шақырғанбыз. Кешіккен соң әкімдіктегі кезекшіден сұрайын деп дәлізге шықсам, қарсы алдымнан ойқастап шыға келгені Гүлбану ма? Енді кім деп едің? Расында қызық болған екен дей салды Болатбек аузына басқа сөз түспей. Несі қызық?
өз обалы өзіне, жұмысқа аламын ба деп те ойлап жүр едім. Жұмысын тауыпты. Енді сол жұмысымен болсын, деді Ақылбек күйініп. Ол тағы да кофе алдырды. Болатбекке мына кермек дәм ұнамады. Аузы ашып бара жатқандай сезінді. Қаласаң, компанияға қайта орал, саған қашанда есігім ашық. Бірақ мені кінәламай, бәрін ұмытып кел, деп Ақылбек бұған барлай қарады. Бір рет сынған көзе қайта қалпына келмейді. Басеке, қалған көңіл шыққан жан. Ниетіңізге рахмет, деді Болатбек орнынан тұрып жатып. Маған қатты ренжулі екенсің ғой, болар іс болды, өтті, кетті. Жұмысыңызға сәттілік тілеймін, деп Болатбек бұрынғы бастығымен қоштасып есікке беттеді. Қалаған уақытыңда келіп тұр. Саған есігім қашанда ашық, деп Ақылбек соңынан дауыстап қалды. Адамды толық білмей тұрып, сырттай баға беру шығар ойдың белгісі. Болатбек өзі ер жігіт деп бағалап жүрген Ақылбектің қайдағы бір жеңілтек қыздың жаласына сеніп, шүйліккені қалай есінен шығар, қанша жерден ұмыттым дегенмен, алдынан қайта айналып кездесе кеткенде кеуде тұсы шым теті түскені қалай.